Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай әрі жұмсақ болып шығатын дәмді кекстің рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға 5 жұмыртқамызды шағып аламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, ыдысымыз және біздің миксеріміз өте құрғақ болуы қажет. Яғни судың тамшысы да болмауы керек. Міндетті түрде сүртіп алып, содан кейін барып, жұмыртқаларыңызды салып, үстіне секерімізді қосып, миксерлейтін боламыз. Секеріміз толықтай ерігенше миксерлейтін боламыз. Аппақ көбік болғанша. Мінекей біздің секеріміз толықтай еріді. Енді електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды аз-аздан бөліп отырып салып миксерлейтін боламыз. Барлығын бірден салып жүрсеңіз, сіздің бисквитіңіз дұрыс көтерілмейтін болады. Сондықтан бөліп салуға кеңес беремін. Көрсетілген мөлшерден артық қоспауларыңызды сұраймын. Барлық құрам бөліктерін төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Мінекей жақсылап миксерлеп алдық. Айналасындағы ұнның бөліктерін осындай лопатканың көмегімен араластырып жіберсеңіздер болады. Енді менде азғантай кішміш бар, соны қосып жіберемін. Негізі қоспау өзіңізге байланысты. Егер қосқыңыз келсе, 50 граммнан артық қоспаңыздар, себебі біздің кекстеріміз отырып қалуы мүмкін. Ал формамызды сұйық май немесе сары маймен майлап аламыз. Дайын болған массаны осы формамызға құятын боламыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Мен бұл жерде 150 градуста пісіретін боламын. 30-40 минут шамасында пісіп шығады. Арасындағы ауаны шығару үшін 1-2 ұрғылап айналдырып аламын. Осындай формаға салсаңыздар ыңғайлы, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Неге біздің кекстеріміз дайын болды. Ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар, құрғақ болып шығуы қажет. Енді айналасын 1-2 осы таяқшамен түртіп жіберемін. Сұйық май жаққандықтан оңай тез алынатын болады. Тез суы үшін осындай решетканы пайдаланамын. Бірден шешіп алсаңыздар, тез суитын болады. Сонымен біздің кексіміз дайын, оңай жасалу жолы әрі тез дайындалады. Шаймен ішсеңіздер өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Көп уақытыңызды қажет етпейді. Құрамына ешқандай да сүт, сұйық май, сары май қосылмайды. Соның өзінде жұмсақ әрі дәмді болып шығатын бұл рецепті сізде жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар. Рецепт ұнаса, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.